Сәлем достар, сіздерге қалай үй жағдайында қатық ұйытуын көрсетемін. Ешқандай да пробиотик, хелак, форте, линекс сатып алудың қажеті жоқ. Қолдың 2 литр сүтін қайнатамыз. Натуральный сиырдың сүті пайдалы. 16 минут 90 градуста қайнатып аламыз. Ешқандай да термометр қажет жоқ. Шамалы саусағымыз салып көреміз. Сол кезде ыстық та емес, температура жылы да болмау қажет. Бізге қажетті температураға түскен кезде бір шай қасық қана ұйытқыдан, яғни закваскадан саламыз. Бетін жауып, көрпемен орап, 3-5 сағатқа қазір ыстық жаз мезгілі қоямыз. Сосын дайын болғаннан кейін крышкасын ашып, тоңазытқышқа 8 сағатқа қоямыз. Ыңғайы келсе, жатар мезгілде дайындаған дұрыс, яғни кешкі 11-лерде таңертең уже дайын болады. Біздің қолдың қатығы дайын болды. Одан осында йогурттар жасасақ болады, кез келген дәндермен, чия семена, ілнамен, жеміс жидектермен сәндеп, кез келген соустарға, сарымсақтармен пайдаланса болады. Достар, осындай және де басқа да жылдам рецепттермен бөлісемін, сондықтан тіркелуді ұмытпаңыз.